Жемқорлықсыз болашақ. Дәл осындай атаумен мейірім мектеп-интернатында оқушылар арасында шығармашылық байқау өтті. Шараға облыстық мемлекеттік кірістер департаменті ұйытқы болып, жас өрендердің шығармашылық туындыларына баға берді. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Есту қабілеті нашар балалар оқитын мектеп-интернаттың шәкірттері шетінен өнерлі. Бірі ән айтып шығармашылыққа жақын болса, бірі спортпен айналысады. Сондықтан облыстық мемлекеттік кірістер департаменті дәл осы білім ұясын таңдап, оқушылар арасында байқау ұйымдастырды, жөн көріпті. Мемлекеттік кірістер департаменті жылда сайыс өткізеді, байқау өткізеді балалардың арасында. Біз өткен жылы мамыр айында жастарға, балаларға арналған жас өспірімдерге байқау өткіздік. Салық балалардың көздерімен де не алғанда өзі өнерлікке жақын шығармашылық нелерде байқауларда өткізіліп жатыр. Ұйымдастырушылар байқауды оқушыларға еркіндік берген, яғни шәкірттер қалауынша өз қолдарымен жасаған туындыларын жарысқа ұсынған. Біздің балаларымыз өте ерекше болғандықтан барлық жан-жақты қолға алып, жан-жақты жұмыс жасап жатырмыз. Балаларымыз тек қана осы суретпен өнермен шектелмейді, спартакиадада да болады, жаңағы әртүрлі жарыс түрлерінен, спорттық жарыс түрлерінен балалардың дамуына барлық жағдай жасалынып жатыр. Айта кетейік, бүгінде мейірім мектеп-интернатында 130-дан аса бала тәрбиеленіп жатыр. Ал байқауға осы мектептің 21 оқушысы қатысып, барлық жүлдегерлерге сыйлықтар тарту етілді. Айша Жақсыберген, Аят Асқарбекұлы, Шыңғысхан Кеңесхан, 7/7 News.